야. 아로까 망가라서. Все, дай берасаңыз. Казах. Yong'in ketib bara жатыр. Ahmet. Biz mana больницаga keldik. Chayni sangi o'yin bor. Na больницаның ішінде, осының зданияның ішінде барлығы больница. Ең үсті роддом, чаригон, детская больница, капельница салатын, жататын жер, по-женски. Сондай барлығы сөйтіп бөлінеді. Кореяда осы зданиялар бар ғой, зданиялардың барлығында офистер бар. Офистер. İşte не бар екен, мынандай объявление қылып жазылып тұрады. Сыртында қағаз берем. Подросил. Больницаның ішінде осындай балдарға арналған аппарат тұр. 500 вон төлеп кататься етесің. Корейский бизнес. Мынаның ішінде тест тапсырасың, коронавирусқа, басқа да тесттер. Мына жерде консультация аласың, терапевттің кабинеттері. Үлкені да кіреді, кішісі да кіреді, дәрілер қабылдап. Мына жерде уже сол жаңағы палаталары, қазір көрсетем. Врач бізді шақырды. Аруканы тексеріп жатырмыз. Больницаға жатпайсыңдар деп айтты ғой. Арукада өзі де отыра берді. Папасы келгеннен кейін вообще айтқан тіл тыңдамай құтырып отыр. Арман, пальжима 여기. 엄마처럼 앉아. 아로 괜찮아? 이쪽에 좀 더 주면 되겠네요. 나머지 뒤에 기준형한테 먹어도 괜찮아요? Врач таблеткалардың барлығын жазды. Енді очередімізді күтіп отырмыз. Арукаға капельница жасайды система. Соған Ару, Арман, Йонгун ұйқысы келіп жатыр. Яганнан келген болатын. Құлағың ауырған кезде қыздыратын аппарат. Бұл машина дейді ма, техника дейді ма, но этот стерилизовать ететін зат, сосканы, жаңа ауызға тағатынды. Сол мына жерде Ару Арман ойнап отыр, кітап оқып, папасының қасында еркелеп. Арука молодец, өзін жақсы ұстады бұл жолы. Бұрын Арманды осылай жасаған кезде айтқан тілді тыңдамай, шеш деп жылайтын еді. Бұл жолы Арука вообще мынандай үлкен қыздың тірлігін жасайды. Ризамын Аруға. Мына кабинетте өкпесін суретке түсіріп, жаңағы көрінеді рентген жасайтын жер балаға. Мынаның ішінде анализ тапсыратын кабинет. Мына жерде капельница болғаннан кейін жататын еді балдар. Осы жерде қазір комнатаны ауыстырып жіберді. Бұл жерге де болады, егер де адамдар көп болатын болса. Но қазір ауыратын балдар, өзі бала саны азайған ба, бір нәрсе Кореяда. Соған больницаларды уже жаңағы комнатаны арендаға беріп жатыр ғой, жаңағы больницада жататын жерді. Мынау іші, қараңыздар, іші осындай, бізде де осындай шығар, я. Кішкентай балдарға арналған. Мына жерде кішкентай баланы жаңағы ауыстырады, памперс больницалардың барлығын дұрыстап айтып беріңіз. Тастайтын жер бар, условиясы бар өзі Кореяның больницасында. Өте Урига, ыңғайлы, осындай обстановкаға үйреніп қалдым шыны керек. Мына жерде кітап бар, осы кітаптарды оқып отырады. Залда осындай үлкен залда отырады балдар. Күтіп очередті.
мына жерде үлкен кісілер де отырады, жаңағы капельница салдырып болғаннан кейін. Мен уже Кореяда тұрғаныма 4 жылдай ма болды ғой уже. Соған как-то уже білмеймін да, Қазақстанда былай есімде бар кішкене көп нәрселер, но уже как-то уже осы жерге привыкла, барлық нәрселер үйреніп қалдым. Содан кейін салыстыратын нәрселерді есіме түсіре алмайтын. Мынандай бар Кореяда, мындай деп айтайын десем, былай қатты бір күшті білмей жатырмын да. Енді Қазақстанда қазір қандай екен білмеймін, бірақ в основном Астанада более нормальный ғой. Өйткені баяғыда мен Астанада тұрғанда, кейін Астанадан кейін Шымкентке барғанда, Шымкент больницасынан қатты қиналған күнім болған. Ал мына жерде енді ондай емес та. Не өтеді? Кореядағы больницалары сіздерге айтып жіберейін, қысқа нұсқа уақыт бар кезде. Кореяның больницалары в основном мен білетін, өзім көрген, осындай бір зданияның ішінде барлығы болады. Радом болады, жататын чаривон деген демалатын комнатасы болады, жаңағы капельница салғанда жататын жер болады, детский, взрослый барлығы бір жерде, женский больница бар, женский жаңағы қарауға болатын жер. Сол барлығы сөйтіп этаж бойынша орналасқан. Аптека астында болады. Каждый больницаның аптекасы астында болады. Иго кня много кекичинг хючия иго. So 저게 너 만지지 마. 됐어. 이거 봐. 엄마 일하고 있어요. 알았어? 만지지 마. 또 ослать уже никак не получится. И маған ұнайтыны Кореяда анализ мысалға барасың ғой, терапевтке барасың, осындай өкпесі барып очередь күтесің, енді сәл ғана ондай бүйтіп қатты қиын емес. Айтпақшы ең бірінші нәрсені айтайын да. Тексерейін да. Вот менің оригинал түрім осындай. Кореяның больницасында ең қатынайтын, баяғыда біз Қазақстанда қиналатын едік қой, қазір қандай екенін білмеймін. Бұл жерде еш нәрсені алып жүрмейсің қолыңмен, карточканы іздеп жүрмейсің, карточкам қайда деп. Баяғыда бір Шымкентте терапевтке барған кезде карточкамды таба алмай маған сөйлеп, мен оларға тастап кеткем, олар таба алмай менің карточкамды. Солай мен нервыма тиген, уже ұрысып қалғанбыз терапевт апаймен баяғыда. Жас кезімде емес, Астанадан кейін келсе да сондай қызық нәрселер болған. Мына жерде Кореяда барлығы фамилияңды айтасың, бір келсең бір анкета толтырасың, жаңа өзің даныңды жаз, даның бәрін компьютерға салады да болды. Мой 없어 여기 우유 먹어. 우유 가방이 없잖아. 있잖아. 아까 전에 우유 먹었잖아. 왜? 같이 먹어. 같이. 얘다 저거 먹어. 같이 먹은데. Без карточки келесің, фамилияңды айтасың, фамилияңды айтып болғаннан кейін спокойно шақырады, жаңағы бүкіл данный, сен қанша рет больницаға келдің, қандай саған таблеткалар жазды, витаминдер жазды, қанша күн іштің, соның барлығы жазылып тұрады. Еш нәрсемен уайымдамайсың ғой, өздері қарап отырады, жаңағы программасы бойынша болды. И ауырып қалса, жаңағы мысалға жөтелі қатты болса, соны қандай дәрі беру үшін жаңағы рентгенге түсіреді. Егерде қатты асқыны жатса, уже қатты асқынға өкпесі таза болмаса, жаңағы больницаға сразу жатқызады. Ондай болса, таза болса, сразу жаңағы ленгі жасатады да, система жасатады да, сөйтіп үйге қайтарып жібереді, дәрімізді беріп болды. Просто бұл жерде каждый раз больницаға келіп, жаңағы консультацияға бір төлейсің, потом таблеткаға бір төлейсің. Таблетканы берсе 3 күнге, 4 күнге ғана береді. Біз сияқты пачкалап бермейді дәріні. Тек қана қолымызға, жаңағы грамм-граммдап береді, 3 күнге арнайы қылып. Соны ішесің болды, ол кейін оны тастау керек, қалып кетсе оны дальше ішуге болмайды. Срогы бар, өзінің чуть-чуть срогы. Сонымен сондай қызықтар бар. Вообще, мен роддомда жатқанда, например, еш нәрсе алып барған жоқпын, өзімен полотенце алған жоқпын, жаңағы еш нәрселер алмадым.
только өзім олви салып алдым өзіме, ой, прокладка, но ол жерде тоже бізге прокладка берді, памперс сияқты прокладка, сондай. Қалған бар, он жаңағы памперске дейін, баланың бүкіл киім кешегіне дейін, соскасына дейін, барлығы больницаның өзінде береді. Ну, очень условия енді 100%, 100%. Баяғы заманнан бір жаңа заманға келгенде болып қаласың да. Сол үшін кішкене Кореядан уже Қазақстанға барған адамдарға кішкене қиналады деп естіген мен өмір сүрген. Даже Астанада тұрған адамдар біздің жерге барса, барғылар келмей, бір деревня деп мазақтап сөйтіп айтатындар. Не істейтін едім да баяғыда. Но енді мен өйтіп айтпаймын, конечно, но все равно бізде условия ондай жоқ. Адамға сыйластық ретінде бір условиялар көп емес бізде жоқ почти. Но бізде өмір сүруіміздің салтымыз, адамгершілігіміз, бауырмашылығымыз жақсы да. Кішкене бауырмашылығымыз жақсы. Кореяда да адамгершілік, бауырмашылық бар, біздіңкімен салыстырғанда кішкене басымырақ. Анандай өздерін ғана ойлайтын сияқты көрінеді. Анандай туысқандар, бір-бірі ұйымшыл, ондай емес, сондай жағына. Бірақ ол да иногда дұрыс па деп ойлап қаласың, өйткені растрат ақша жоқ, растрат ондай не емес. Ең ұнамайтыны страховка бұл жерде. Бізде мысалы Кореяда частный ғабда бара салып, емделе саласың ғой. Бұл жерде ондай емес та. Сондықтан со страховка, бәрі страховкаға, барлығын әр жерін страховать етіп жүреді, бүкіл ақша страховкаға кетеді. Сонысы бір түрлі екен да. Өлсең, ол ақшаң сенің бала-шағаларың қуанады, бала-шағаларың алады, өлгенде. Ол страховканың ақшасын бәрін алмайды, так некоторыйлары. Просто төлеп жүресің, сен ауырмасаң шамы раққа соншама төлейтін адамдар бар, мен соны түсінбеймін. Сонша ақша төлесін, сен вообще ауырмасаң, сап-сау болсаң, қалай болады деп ойлаймын деймін. Өзінің системалары бар шығар, енді ол жағын әлі конкретно білген жоқпын, кіріп, сіңіп деген сияқты. Бар некоторые страховкалар ақшаны қайтарып береді, шартты ақшасын қайтарып береді ма, сонда. Солай достар. Естідіңіздер ма, естімедіңіздер ма, менің айтпаққаным. Егер де комментария жазып кетіңіздер. Мен де айтпақшы ауырып жатырмын. Мен аллергия деді, жаңа мұрным, жаңағы ауа таза болмаса аллергия болып ауырай бересің, мұрның ағып дей ма, бір нәрсе қайдан. Осы ана аптағаны ағыттым, ауырдым, мен өйтіп мұрным ағып, бір қинап жүрген ешнәрсем жоқ. Солай айтып жатыр енді. Дәрі берді, енді дәрі ішеміз, көреміз дәл қалай болатынын. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Сол қалған нәрселерді сіздер комментарияға маған тақырып қойып қойсаңыздар, не естігілеріңіз келеді, мен соған шабыттанып, сол сіздердің тақырыптарыңызға қарай оқып, барлығына жауап беруге тырысамын. Рахмет, менімен бірге мені қолдап, жақсы комментарий жазып жатқандарыңызға. Менің каналым шынайы деп қойды ма? Сол, рахмет. Екеуін қараңыздаршы. Ару! Жынын көрдіңіздер ма қандай екен? Ару, 그렇게 할 때 Арман 같이 안을 거야. 아루랑 같이 안을 거야. 버려? 아르만? 버려 없어? 아루카한테 필요 없어? 필요 있을 때 때리지 마. 싸우지 마. 같이 놀이 해야지. Учен, ақылды балам ғой, сондай добрый такой. Капельдан күтіп отырмыз әлі бітпеді. 저 아프가 안 해요. 빼고 가야지. 아루가 네, 그거 빼고 가야지. 여기. 안 아파요. 소리 나는 거 아니고 여기. 아프가 안 해요. 여기. 테이프. 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 잘하네. 에이. 한숨을 못 쉬노. 끝. 하나 둘 셋 하면 끝. 없다? 어디 있어? 없네. 없나? 없네.
이제 우리 요거 붙이고 가자. 피 안 나게. 아루카 집에 갈 때 말 잘 들어. 알았어? 주사 맞아요. 어제 말 안 들었어. 늦었어. 늦게 잤어. 그런데 오늘 주사 했어. 알았어, 아루카? 그렇게 다시 할까? 안 할까? 그러면 잘 들어. 엄마. 말을. 혹시 여기 땀이 나서 Biz de bazen çamaşır çıkamız olsa onu da. Oduncu savaş çıkartlar. Ben sana aslında sayarken. жақсы житосы арасы өте тоқ деген нәрсе. 엄마 이거. Мынандай дәрі берді. Маған. Мына дәріні 2900 вон. Это примерно біз 1000 теңге шығар. Если без страховки алсам 3000 теңгеге алар едім. Страховка болғаннан кейін 2900-ге алатын. А так 9700-ға алатын едім. А? Мына. Кейін түсірем. Мынандай дәрі берді. Мына барлығы жазылып тұр. Осылай дәріні өйстіп салып береді. Ачим, чөмшім, азанда, кешке, түсте деп. 3 дәрі, 4 дәрі. Мына жерде 4 дәрі бар, мына жерде 3 дәрі бар. Мына жерде 3 дәрі бар. Кешкі дәрі басқаша екен. Өзгеріс бар. Сол үшін абайлау керек. Балаларға дәрі беретін болса, мынандай ыдыс береді. Осыны ыдысқа құйып бересің. Балдарға арнайы қылып, тәтті қылып береді, тәтті қылып. Мынандай бір пирожки сатып алдық та. Пирожки сатасаң, сладкий бұл жерде. Бұлар в основном пирожкиді ет емес. Көбінесе джем, клубничный джем. Бір нәрсе қуырып берді бұны. Осыны стаканға қуырып береді. 엄마 아루카야. 미안해. 아루군 근접 거든. 아루까야 되었어. 엄마 또 먹고 싶어요. 왜 이렇게 했대? Андай дәрі. Именно майдалатып, бүйтіп, ұнтақ қылып өстіп береді балаларға. Мен осы Қазақстанға аруларыма да алып кетсем, ауырып қалса дәріден қиналады деп, содан қорқып отырмын, қайып ішіп бұлар дәріні деп, үйренбеген. Бүйтіп майдалатып бере саламыз, өзіміз бәрін өзіміз істейміз, короче. Күндай. 이거 뭐야? Бізде қараңыздар, бірінші рет мен көріп жатырмын, қар жауып жатыр бізде.